Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Құлсарының халқы наразылық танытуда. Оған себеп көп. Кінә өздерінен алдын ала жауап алдыңдар, алдын ала бардыңдар, реттемеңдер, халық суға кетті. Су тасқыны кезінде көз бояушылық жасап, фото, видеоға түсіп қайтатын шенеуніктер бәле болды. Ермек Борович, ассаламу алейкум. Валикум салам. Как дела у вас? Ничего, Данияр, очень рад тебя видеть. Апатқа қатысты әншілердің жинаған ақшасын сынау қаншалықты дұрыс? Көтіңе қарап көсіл деген сөз бар. Ол шамаң жетсе береді. Мысалы, менде $1 миллион болса, мен $100,000 да ойланбаса беререм. Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Елубай Әбілевтің жағымсыз қылығы жағамызды ұстатты. Сізде қандай құқыңыз бар олай өйтіп айтуға? Мен кіргізбей деп. Ассалаумағалейкум, әрбір таңын үмітсіз атырса да езуінен күлкі кетпейтін асқар мінез қазағым. Естіп те, көріп те, біліп те жатқан шығарсыздар, апаттың салдарынан үй жайларынан айырылған Құлсары қаласының тұрғындары әлі де қаңғып жүр. Жасыратын несі бар, қазағым қазір далада түнеп жан бағуда. Әрине билік мұндай ақпаратты арналардан айтқызбайды. Жәрдем беріліп жатыр, бәрі жақсы, ойбай, керемет деп қояды сукалар. Фу, мәтілағым, оттаған екенсіңдер. Біздің самында қаңғы жүр қой, қайда барамыз, үйізденіп, үй жағдайды үй болса кейін кеп, Ал қараңыз, микрорайондағы жаман үйлердің өзі 60 үйлі сұрап тұрған, 120-135 мың айына деп квартираны солай жалдайын деп бізде телефон соққанда солай айтып тұр. Бір отбасында мысалға 4-5 үй квартира жалдап қойған. Ал сондайларды ескермейсіздер. Баған деген жау ішімізден шығып тұр, баған деген өкітіп отыр, тамақты өкітіп отыр магазиндерде, киімді өкітіп отыр. Ал не басқа қарамыз деген, соны бәрін қараңызшы, ескеріп. Квартираны қайда аламыз біз? Мына қаңғы жол, қайда барамыз қазір? Осы шыққанда қайда барасыңдар ал? Көңіл далада машинада қонып жүр, қайда барамыз? Қайда барамыз? Таңертең 10:30-да осы алаңға шыққаннан әлі үйге барған жоқпын, сағат 8 болды. Баратын үйімде жоқ қой. 2 стақан шай ішемін, ұйықтап, түстен бастап ұйқы жоқ, қайтып. Қайда барамыз? Біз әлі менің сұрағыма бардымды жауап. Қазаққа сырттан жау керек емес. Өз-өзімізді іштен-ақ жеп қоятын сияқтымыз. Осындай қиын қыстау заманда квартираның бағасын көтерген қазақтарды су тасқыны да тәубесіне түсіреме десем, қателескен екенмін. Қандай қатал қара жүрек болып кеткен біз деймін де. Ал билікші, билік әдеттегідей өз репертуарында әндетіп жүр. Сол баяғы солярка жоқ, бензин жоқ, техника жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Апат қай жерде апасының жері бар, келу керек, қаралу керек. Неге мен солярканы іздеу керекпін? Неге мен КамАЗ керек? Маған погрузчик бер деп неге іздеуім керек, айтшы? Айтшы, басшысың ба, сен істеу керексің. Істеу керексің. Кінә өздеріңнен алдын ала жауап алдыңдар, алдын ала бардыңдар, реттемеңдер, халық суға кетті. Енді қазір не техника жоқ. Не мәселе айтасыздар? Карьеріңде бір техника жоқ. Келіп тұрған бір техника жоқ. Жауап берсейші. Қалай сонда? Сұрақ қойып отырмын, жауап беремін Бол, жауап берсін. Әншейінде митинг болса қаптап кететін техникалар осындай кезде неге табылмай қалады? Митинг дегеннен шығады, бұлай жалғаса берсе арты жақсы болмас. Шыдамның да шегі бар. Алло, билік, кеш болмай тұрып ойланыңдар. Бірақ бұларға қазақтың сөзінен гөрі президенттің сөзі маңыздырақ екенін ұмытып кетіппін ғой. Есесіне кейбір шенеуніктерге бұл апат жақсы болды, өздеріне хайп жасап, жарнама жасап, жұртқа көмектескен сыңай танытып, видеоға түсіп мәз. Оған мысал спорт және туризм министрі Ермек Маржықпаевтың мына бір кино қойылымы. Ермек Борович, ассаламу алейкум. Валикум салам. Как дела у вас? Ничего, Данияр, очень рад тебя видеть. Какими судьбами, расскажите? Меня пригласили работать. Да, я вижу. В наш родной поселок Акмольской области, Жибек-Жолы. Наши ребята, Далах Храндара. Наш коллектив министерства сегодня здесь, депутаты областного маслихата, все вместе уже какой день здесь помогаем, работаем. Сегодня благодарю всех ребят, несмотря на выходные, все здесь находятся вместе. Поэтому тебе спасибо. Все, Рахмет вам, сейчас подключусь к вам. Да? Давай, пожалуйста, помогай. Давай, очень рад видеть. От души. Давай, успехов. Құдай-ау, енді көрініп тұр ғой, киімдері тап-таза, ойда жоқта қасында блогердің пайда болғанын айтам да. Ермек мырзаның актерлық шеберлігі ақсаңдап тұрған сияқты ма, Төменде пікір жазыңыздар. Ой, біздің шенеуніктердің көз бояушылығы мұнымен бітпейді. Атырауда болған депутат пен тұрғындардың мына бір әңгімесін тыңдаңыздаршы. Я умею. Я с 6 утра умею слушать всех.
Подрядчики вы. Вы все ходите только и фотографируетесь и больше ничего. А вы что делаете? А мы работаем, людей собираем. Погрузчик келгенде, погрузчик Люди келгенде, сейчас волонтерлар на керек. работе, потом приходят. А вас мы вообще Есің не кім ол? видим. Есің кім ол? Азамат. Мына погрузчик келгенде қасына адамдар керек мына киюге. Жұртпай мынаны вешоктар көтеру керек. Вообще надо написать, что это саботаж. А вы что делаете деген сөзді естідіңіздер ме? Шынында да жұрт қайда қарап отыр? Айналайындар ау, қарапайым халық бірігіп, асар жасамағанда қызықтың көкесі сонда болар еді. Асар демекші кейбір қазақтар су тасқынына кім қанша ақша берді деп астарын ауыртып жүр. Әншілердің ақша жинаған тізімін көріп бәрі сынап жатыр. Бір жағынан дұрыста шығар. Бір тойдан миллион теңге алатын өнер адамдары қазақ қиналғанда неге 100 мың теңге беріп тарылып қалды деп ойлап отырсыздар ғой. Шынында да өнер адамын хит қылатында, ит қылатында қазақ емес пе? Тойдың арқасында шалқып жүрді, енді көмегін неге аяп отыр? Бұл сұраққа сол әншілердің ортасында жүрген актер Алмат Сақатов жауап берсін. Көтіңе қарап көсіл деген сөз бар. Ол шамаң жетсе береді. Мысалы, менде $1 миллион болса, мен $100 мың да ойланбастан берер едім, мысалы. Әншілердің бүйтеді, ол 5 миллионға, миллион теңгеге тойға келеді ғой дейді. Мен айтайын деп отырмын, қай әнші той жасаған адамның үйіне барып жалынды. Мен 5 миллионға мені алшы, пожалуйста, үйіне барып, аяғына құлап, зерлеп, жылап, есік алдынан кетпей қойған жоқ шығар. Ол өзі шақырды ғой. Кім оны қинады, мысалы, шақырды, ақшасын берді, мысалы. Сондықтан да ол 100 мың бере ме, 500 мың бере ме, ол өзінің беріп отырған нәрсесі. Бұл жерде ең бастысы берді. Ол бермей қойған жоқ, ана мемлекеттік корпорациялар бар, үлкен-үлкен, бермей отырған, тістеніп, мысалы, миллиардтап тауып жатыр, олар жерден алып жатыр, халықтан алып жатыр, налог арқылы жұмыс істеп жатыр. Бірақ мемлекеттік, соларға бермей отыр ғой. Балалар беріп отыр. Алмат мырзаның жауабы осындай. Негізі мен сіздерді жақсы түсінемін. Десе де, мұндай қиын қыстау кезеңде кім қанша берсе де сынаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бастысы ниет емес пе? Мен әншілерді қорғап отырған жоқпын. Иә, қымбат өмірлерін, қымбат көліктерін көрсетіп, мақтанатын өздерінен де кінә бар. Бірақ қазір бұл ұсақ түйектерді ескеретін жағдайда емеспіз. Соны түсініңіздерші. Енді сіздерге сұрақ. Әншілердің 100 мың теңгеден жинаған көмегіне разысыздар ма? Әлде бұдан да көбірек берсе болатын беді? Төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқимын. Айту керек, осының бәрін қосқанда жалпы қазақстандықтар бұл апатқа аз кемі 305 миллион теңге жинаған. Ал билік қанша қаражат бөлді деп ойлайсыздар? Произведена единовременная выплата в размере 89 миллионов тенге 481 семье. Иә, бұлар Батыс Қазақстанға 89 миллион теңге бөлген. Ал енді 89 миллионды 431 отбасына бөлсек, әр отбасына 185 мың теңгеден келеді екен. Міне, сынасаңыздар, осы билікті сынаңыздар. Бәрін жеп қойған жауыздар. Бұлар жеп қана қоймай, қазақты менсінбей тәкаппарланатынын айтамын да. Солардың қатарында Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Елубай Әбілев те бар. Қараңыздар. Мен неге оскорблять еттім? Сен неге мені босатасың ба, босатпайтын? Жоқ, енді Сен неге мені түсіріп тұрсың? неге түсірмеймін? Неге түсіресің? Менің жеке құқым бар түсіруге. Мен сені де түсірем. Түсір, пожалуйста. Мен сені өрде Нешін мен құқым шектеп тұрсыз? кіргізбеңіз мына жерге. Сізде қандай құқыңыз бар олай өйтіп айтуға? Мен кіргізбей деп? Ертең сол үшін жауап бересіз. Назарбаевта жүрген кезінде ешкім менде шаруасы жоқ деп. Оның қасына сіз ешкім емес. Мен сені өмірімде қабылдамаймын деген Әбілевтің бұл әрекетіне қарап, семіздікті тек қана қой көтереді деген мақал есіме түсіп кеткені бар емес пе? Жетім баладай әр кабинеттің есігін қағып жүрген қазағым-ай, қашанға дейін шыдап жүре бермекпіз, а? Не істейміз енді? Не істей аламыз? Не істеуіміз керек? Айтыңыздаршы. Бұл менің сіздерге қойған сұрағым, құрметті көрермен. Төменде жауаптарыңызды күтемін. Бүгінгі айтарым осы қасқыр мінез қазағым. Естеріңізде болсын, біз қасқырмыз.